Көтеріліп шаңырақ, уықтары шаншылар. Керіліп керегелер, өрімдей боп өрілер. Бәріміз жүрсек айналып, киіздей болып көрінер. Жарайсыңдар балалар, сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасағым келіп тұр. Жұмбақ шешімін табамыз ба? Иә. Жарайды. Олай болса, басында мүйізі бар, үстінде жүні бар. Маң-маң басқан жануар жазда жайылар. Ол не? Қой. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, ендеше экранға қараймыз. Қой балалар, 4 түліктің бірі, иә? Қойдың бізге берер пайдасы мол екен. Қойдан біз етін азық қыламыз, сүтін ішеміз. Және оны қойдың жүнін қырқып, өзімізге ата-апаларымыз бізге бұйымдар жасап берген. Қойдың жүнінен балалар киіз, текемет, және оны қойдың жүнін иіріп, жіп жасаған. Қойдың жүнін бірінші қырқамыз, содан кейін оны қойдың жүнін сұрыптайды, оны түтеді, жуады, кептіреді, және бізге пайдалануға алып келеді екен. Балалар, олай болса, біз қазір топқа бөлінуіміз керек. Топқа бөліну үшін әркім өзінің қалаған тақиясын кие қойыңдар. Келе қойыңдар. Әркім өз қалаған тақияларыңыз киіңізші, топтарға бөлінейік. Балалар, мінекей қой. Биязы жүнді қойларды жылына 1 рет көктемде қырқады, ал қылшықты қойларды жылына 2 рет көктемде және күзде қырқады екен балалар. Қойдың жүнін қырықпас бұрын қойды 10-12 сағат аш қылады екен, тамақ бермей. Содан кейін қырқу жұмыстарын жүргізеді екен. Кәнеке, бәріміз олай болса, қойымызды қырқайық кәнеке. Қолымызға қайшыны алайық. Жарайсың. Қойдың жүнін бір қолымен ұстап, екінші қолымен қырқып жинаңдар. Жарайсыңдар. Жарайсың. Мінекей балалар, бұл жүн, е? Манағы да айтқанымда жүнді сұрыптап, жуып, кептіріп, кепкеннен кейін жүнді табиғи өнімдермен тағы да бояйды екен, е? Осындай боялған, кептірілген жүндерден апаларымыз, әжелеріміз киіз тоқиды екен. Киізінде 2 түрі бар. Құрғақ киіз басу және ылғалды киіз басу. Ал қазір мен сендермен құрғақ киіз басуды үйретемін. Олай болса, мінекей бала қолымда киіздің үстінде ою-өрнекпен өрнектелген. Ендеше алдарымызда мінекей оюларымыз аяқталмаған. Осы құралдың көмегімен тесу арқылы құрғақ киіз басуды жасаймыз. Кәне, қолдарымызға алайық. Жүнді аламыз, үзіп-үзіп оюдың үстіне қою арқылы жұмыс жасаймыз. Мінекей, қара. Бұлай тесу арқылы киіз басамыз. Құрғақ киіз деп аталады екен бұл. Әлихан, жасай ғой. Мінекей ақторғын, қара. Боялған жүндерімізді алып, осылай оюдың үстіне қоямыз. Және оны өз қолымыздағы құралдың көмегімен құрғақ киіз басу бір қолмен жасаймыз. Міне қара. Мына қолды басып отырамыз. Жаңағы айтқан киізден түрлі бұйымдар жасайды екен, аналарымыз, апаларымыз, е? Осындай киіздің үстіне өрнегімізді, оюымызды қойып, осылай шеттерін тігеді екен. Кәне, өзіміз жұмыс жасайық, осылай. Кел оған, мінекей. Мына иненің көмегімен осылай тігіп шығамыз. Мінекей бала. Киізден түрлі бұйымдар жасауға болады екен, тұрмыстық бұйымдар жасауға болады екен. Жасай ғой,
және құрғақ киіз басу. Енді біз қазір ылғалдап киіз басуды көрсетеміз. Ол үшін бізге жүн және арнайы жасалған оюларымыз, ақ мәрліміз, ыстықтай суымыз керек екен. Ең бірінші шидің үстіне жүнді төсейміз. Қолымызға жүнді алып, жүнді төсейік. Жүннен қазір киіздің пішінін жасаймыз. Жүнді тартып алып, осылай жасаймыз. Жүнді ашып, киіздің пішінін жасаймыз. Оюымызды қойдық. Енді мынандай ақ марлімізді алып, үстіне төсейміз. Төсеп алған керек. Ашалып, ашып төсейміз. Киіздің үстіне оюымызды жабыстырамыз. Оюымыз бірігу үшін біз осылай ақ мата төсеп, және оның үстіне су бүркейміз. Су бүркіп болса, енді үстіне салфамен басып, қолымызбен екі алақанымызбен басамыз. Киіздің үстін басамыз. Барлық жерін басында. Оюымызды киізге сындыруымыз керек. Тез-тез бүйтіп басамыз. Қолдарымен басында. Басамыз. Алақандарымен басып шығыңдар, түгел жерін басып шығыңдар. Жарайсың. Деп басамыз. Басамыз, қатты басамыз, кәне оюның үстін басамыз. Оюның үстін басамыз. Мына шиімізді ораймыз. Алдымызға тарта отырып, қатты басты отырып, ораймыз. Қара міне. Шиімізді бастырып отырып, ораймыз. Ораймыз. Мінеки, әдемі жасыл оюлы киіз пайда болды. Енді осы киізімізді қазір жарайсың, оюлы ылғалды киізіміз пайда болды екен. Ұнады ма балалар? Жарайсыңдар. Осылай енді әжелерімізге, апаларымызға көмектесеміз, солай ма? Қанеке қыздар, аяқтадық па? Жарайсыңдар балалар. Мінеки, осындай киіздерді шәркейлер тіккен екен. Жарайсыңдар. Өте әдемі шыққан екен көзайым. Жарайсың. Міне, әдемі шыққан екен. Жарайсыңдар қыздар. Балалар, сендер не істедіңдер? Құрғақ киіз басуды өте жақсы аяқтапты Ақторғын. Жарайсың Ақторғын. Қанеке Аянат? Жарайсың. Біздің оюымыз әдемі шыққан екен. Мінеки, Әділханның да оюы әдемі шыққан екен. Әлде де аяқтаймыз. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. Бүгін көптеген тапсырмалар орындадық. Балалар, жүнді қайдан алады екенбіз? Қойды қырқиды екенбіз. Қой қырқы ұнады ма сендерге? Қойдың жүнін біз өзімізге қалай пайдаланады екенбіз? Жүнді бірінші не істейміз? Қырқамыз. Сосын жүнді сұрыптан тазалаймыз. Оны жуамыз. Кептіреміз дедік. Осы кепкен жүнді әртүрлі түске қалай шығарамыз? Бояймыз. Дұрыс айтасыңдар. Жүннен не жасауға болады екен балалар? Не жасадыңдар бүгін? Қандай тапсырмалар жасадыңдар? Не ұнады сендерге? Маған қойдың жүні ұнады. Қырыққан ұнады ма?
Маған ойын жасаған. Ойын жасағаннан иә біз құрғақ киіз бастық және ылғалды киіз бастық иә солай ма? Және тұрмыстық бұйымда пайдаланатын текемет, шәрке тігіп үйрендік па? Иә. Барлығы ұнады ма балалар? Иә. Енді біліп жүретін боламыз иә? Жүн қайдан пайда болатын, үстімізде киіміміз қайдан тоқылатынын біліп жүретін боламыз иә? Рахмет сендерге балалар, сау болыңдар.